ашылмаса не болады? Онда дәл сол жерде сіз тоқтайсыз деген сөз ғой. Көрдіңіз? Яғни Құран оқылып тұру керек, әрі қаратай даму керек, хатым түсіріліп отыру керек, адам өз-өзін таныту керек. Қараңыздар, бірінші межедегі оқуы мүмкін, одан кейін әрі қаратай. Ендеше бірінші қағаз Құранды оқу міндеттеледі бізге. Құранды оқу. Енді Құранды оқу туралы өте үлкен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар. Әлиф деген, ұстаздар айтқанша, әлиф, ләм, мим деген үш әріпті оқысақ қанша сауап аламыз? Ұстаздар өттіңіздер ме хадисті? Үндемей тұр ба? Әр әрпіне 10 сауап. Алхамдулилля. Ендеше ол сабақта болған екенсіздер. Қараңыздар, әр әрпіне 10 сауап дейді. Мысалы қараңыздар, таңнан бері 10 сауап жасап келген бар ма Құран оқымай? Осы жерде мен 10 жақсылық жасадым деп. Қазір дәл осы жерде 10 сауап, садақа, 10 әрекет. Қараңыздар, көріңіздер. Бірақ Алла Тағала Құранды ерекше деп қойды да. Сіз Құранды оқысаңыз таңнан 10 сауап. Әлиф, ләм, мим. Мысалы, бисмиллахир-рахманир-рахим. Қараңыз, қаншама сауап. Ол рас. Абай атамыз айтқан сөз, айтқандай. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас дегенді түсінеміз ғой? Ақиқат. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 10 сауап десе, ол 10 сауап. Ешқандай күмән болмасын. 10 жақсылық жасағандай боласыз, бір әріп нетсеңіз. Сондықтан да үлкен байлыққа кенелейін деп тұрсыздар ғой. Мысалы, қараңыздар, егер де ол оқылған болса. Екінші жаттау. Құранға қатынас екінші жаттау керек. Қанша көп жатқа білесіз, сонша нұр үстіне нұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Адам жәннатқа кіргеннен кейін оған айтылады дейді. Иқара уартақи. Оқы да көтеріл деп айтады екен. Шындығында сенің жәннаттағы орның жаттаған соңғы аятыңның жеріне дейін деп айтады екен. Қараңыздар, қанша мұсылман адам көп жаттайды, дәрежеңіз көтеріле береді. Қараңыздар, көтеріле береді. Кеңи бересіз. Қараңыздар, сонда ғалымдар енді сатылар бар, ең үлкені Фирдаус дейді ғой. Сонда ол сатылардың арасында сатылар бар дейді. Сонда сатысы қанша саты деген кезде Құранның аяттарымен ғалымдар айтқан екен, белгіленеді дейді. Құранды қанша көп жаттайсыз, сонша сатыға көтеріле бересіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам иқра уартақи. Сонда жатқа білу керек. Алхамдулилля, қазір біздің арамызда қарапайым қызметкерлер бар да, имам емес, ұстаз емес, әрдайым Құранмен болады. Жаттаған, 110 жаттайды, Табар, Қад сами Алла, Зарият, әрі қаратай ана 100-лерді жаттап кете береді. Сол сияқты қызғалдар да сондай болуы мүмкін. Қараңыздар, сондықтан өзіне адам не қою керек, мақсат қою керек, жоспар қою керек. Жаттаймын деген. Ол және жүрекке қонатын нәрсе. Қараңыздар. Сондықтан да екінші Құранмен қатынас, бірінші не дедік? Оқу, екінші жаттау. Үшінші мәселе ол тыңдау. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаға айтады, оқыш, Құранды оқы деп айтады. Қалай оқиын, Құран сізге түсті ғой деп жаңа сахаба қысылған екен Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, мен біреуден тыңдағанды жақсы көремін дейді. Құранды тыңдағанды не істедім дейді? Жақсы көремін дейді. Кім телефоннан Құран тыңдап жүрсе, машинада, үйде қойып тыңдаса, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсы көрген істі қайталап жатыр деген сөз. Соны тыңдап жүру арқылы сіз пайғамбарымыздың жолымен жүрген мысалы адамдардан болып есептелесіз. Қараңыздар, тыңдау өте үлкен нәрселерден болып есептеледі. Мысалы қараңыздар, сондықтан да мүмкіндік болатын болса Құранды тыңдау, біреуден тыңдау, ол нұр үстіне нұр. Бұл да құлақтан кіріп бойда бар дейді Абай атамыз айтқандай. Ол тыңдалған нәрсе міндетті түрде сіздің жүрегіңізге тыныштық береді, хайыр береді, және бұл кейін сіздің Құран жаттауға деген құштарлығыңызды артады және жеңілдетеді.
Үшінші мәселе ендеше не? Тыңдау. Төртінші мәселе, Құран бұл аяттары, оның астары бар, оның мағынасы бар. Құран әмірлерден тұрады, Құран тыйымдардан тұрады, Құран оқиғалардан, ғибраттардан тұрады, тарихтан тұрады. Яғни хидаят кітабы, тура жол кітабы. Ендеше ол оқи салатын нәрсе емес. Кішкентай мысалы шәкірт болып жүрген кезінде бір Құранды бір қатты былай тербетіліп, әдемі дауыспен ғана оқитын бір не жүріп тұрды кассетадан. Сосын мен таң қалып, ол қалай әдемі деп айттым. Сонда ұстазым айтады, иә әдемі, дауыс әдемі, бірақ ол оқитын адам ол мағынамен оқып тұрған жоқ дейді. Неге деген кезде, сол кезде неден кассетадан Куират сүресі оқыған болатын. Ида шамсу куират. Айтып берді, бірден Ида шамсу куират, ва идан нуджуму кадарат, ва идал жибалу суират деп келеді. Ва идал мауудату суилат би айи замбин қутилат. Ол күні сәби балалар сұралады, қандай кінәмен олар өлтірілді дейді. Мысалы енді газалдағы жағдайды көріп отырмыз, кішкентай балалардың ол қан, ол жай кететін нәрсе емес, міндетті түрде сұралады. Сұралады деген сөздің астарында үлкен мағына жатыр. Мысалы қараңыздар, соны баланың дүниеден өтуі өте ауыр нәрсе. Оның баланың өмірін қию деген күнәлардың ең үлкені биәйеден бен қутилат. Үлкен адам болса жарайды, өлтірілген. Олар бірдеме қылды, зиян келтірді, қарсы шықты деген сияқты. Баланың не кінәсі бар деген сияқты. Биәйеден бен қутилат. Қандай кінәмен ол өлтірді деген аят. Сонда жаңағы әдемі дауыспен оқыған кезде мәшалла, мәшалла деп ана кассетада айтып жатыр. Сөйтсе ана адамдар мәшалла деген қандай қуанған кезде айтатын нәрсе ғой. Қараңыздар, ана дауысқа көңіл бөліп отыр, бірақ сонда ұстазым маған мән неткені, осы әлі күнге дейін мысалы 25 жылдай өтіп кетті, мысалы болған 30 жылдай болды. Сонда жоқ, мағынаға мән бер дегенге сабақ берді да. Ол жерде мәшалла деп айтатын сөз емес, Алла кешірші деп айтатын сөз. Сондықтан да жаңағы құр дауыстың әдемілігін емес, Құранның ішіндегі мағынаға көңіл бөлу керек екендігін айтады. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху туралы бір бізде уақыт қалай? Бітті ме? Жетті ме? Енді біз Пайғамбар саллаллаху бір несі әдеттерінен болып есептелетін нәрсе кәна ятафаққат асхабаху дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларын іздейтін де дейді. Іздеу. Мысалы, іздеу деген сөз көрінбей кетті ғой. Пәленше қайда? Ауырып қалды ма? Мұқтаждықтан ма? Қиналып жүр ме деп